Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Бүгін сіздермен махрадж сабағын өтеміз. Иншалла, негізінде махрадж сабақтарын Инстаграмға, Телеграм каналыма жүктеп салып қойған болатынмын, бірақ ютубқа сипаттар дәрістерін салып бастағалы бері шәкірттерім барлығы бір жерде болса ыңғайлы болар еді, ютубтан қарасақ деп айтқаннан кейін ютубқа қайта жүктеп салғалы жатырмын. Жаңадан түсіріп, иншалла. Бисмилля. Барлығын жеңіл және де дұрыс жеткізуді Аллах Тағала нәсіп етсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қараңыздар, махрадж дегеніміз не өзі? Махрадж ережесін жазып алыңыздар. Махрадж бұл әріптердің ауыз қуысынан шығатын орны дегенді білдіреді. Ауыз қуысындағы орны, әріптердің шығатын орны. Махрадж дегеніміз осы. Енді махрадждың 5 түрі бар. 5 түрлі махрадж бар бізде. Біріншісі ауыз қуысы. Ауыз қуысы. Екіншісі бұл тамақ. Яғни тамақ арқылы шығатын халық дейді. Тамақ арқылы шығатын әріптер. Ауыз қуысы арқылы шығатын әріптер, тамақ арқылы шығатын әріптер. Қысқартып жаза берейін. Үшіншісі тіл, яғни тілдің қатысы арқылы шығатын әріптер. Төртіншісі ерін. Бесіншісі ғұнна деп аталады. Бұл мұрын жолды дыбыстар. Мұрын деп қана жаза салам, мұрын жолды дыбыстар. Бұл ғұнна деп аталады деп қасына жазып қойыңыз. Ғұнна. Неке, осындай 5 түрлі жолы бар. Махрадж шығатын, яғни әріптердің шығатын 5 түрлі жолы бар екен. Ауыз қуысы дегеніміз не? Ауыз қуысы дегеніміз бұл біздің жалпы әріптер қалай шығады? Жалпы әріптер қалай дыбысталады? Ол біздің кеңірдек арқылы келеді де, ауа ауыз қуысында, ауыз қуысында одан кейін осылай шығып кетеді. Яғни сол жолдың барлығы ауыз қуысы деп аталады. Мен сіздерге тағы да суретін тауып қоюға тырысайын. Ауыз қуысы яғни біздің кеңірдектен бастап ауыздың іші және де еріннен сыртқа шыққанға дейінгі жер екен. Барлық жері, ауыз қуысы дегеніміз сол. Енді елестеткен болсақ, ауыз қуысынан бізде бір ғана әріп, жалпы 28 әріптің ішінде бір ғана әріп дыбысталады. Тағы да қасында дыбысталатын 28 әріпке жатпайтын басқа дыбыстар кіреді. Әріпті өталады. Бірінші әлиф әріпі дыбысталады ауыз қуысынан. Яғни и, у деген кезде ешқандай кедергісіз ауызды артық қимылдатпастан, ерінді артық қимылдатпастан, ешқандай ауыз қуысындағы таңдайға, тілге немесе тамаққа жанасып тиместен еркін ауыз қуысы арқылы жай ғана ауа шығады. И, у, әлиф әріпі дыбысталады. Және де оның қасында сыңары деп айтсақ болады. Уау немесе яй, бірақ мәддер. Бұл әріпке жатпайды. Тағы да айтайын. Мәдді созулар. Созу деген сөз ғой. Мәд созулар осы жерге де у, и деген мәттерде осы ауыз қуысынан шығады екен. Бұларға алда тағы да тоқталамыз. Жалпы мәт деген тақырыпта, сипаттарда тоқталамыз иншалла. Мәттердің дыбысталуы деген арнайы тақырыпқа мен видео түсірем. Алла қаласа сол кезде түсінікті бола түседі сол кезде. Енді қараңыз.
Енді келесі бұл екінші түрі махрадждың тамақ арқылы шығатын дыбыстар. Бұлар бізде алтау. 6 әріп бар. Тамақ арқылы шығатын. Тамақтың 6 әріпін жарайды айтып өтейік бірінші. Айтып өте салайық, жалпы айтып өтейін. Бұл бізде ха, және ха, ха. Сонымен қатар мынандай жіңішке ха бар ғой. Ха. Немесе бұны бұлай да жазады, бұлай. Осылай да жазады. Осы ха жалпы 3 түрлі х шығады. Айн шығады, ай, о, айн. Және де ғайн. Және де бізде хамза дыбысталады. Хамза. Мынау бізде хамза. Тамақтан шығатын дыбыс. Енді тамақ дегеніміз жұтқыншақ. Мынау жұтқыншақ кеңірдек дейді ғой деме. Жұтқыншақты өзара тамақтан шығатын махрадж өзара 3-ке бөлінеді. Тамақтың ең жоғарғы нүктесі, тамақтың ең төменгі нүктесі, орта жағы деп 3 түрге бөлінеді махрадж. Тамақтан шығатын махрадж 3-ке бөлінеді. Жоғарғы нүктесі, ортаңғы нүктесі, ең төменгі нүктесі. Жоғарғы нүктесі дегеніміз жүзімізге жақын жері. Ең төменгі деген бұл кеудемізге ең жақын жері. Енді ең жоғарғы нүктесінен 2 әріп дыбысталады. Жалпы каждый нүктеден 2 әріп дыбысталады бұл жерде. Бұл бізде ғайн және ха деген әріп дыбысталады. Астына жаза берейін. Ха деген әріп. Ғайн, ға-ғи-ғу, ха-хи-ху. Сипаты бұлардың әріптердің қандай бізде? Әрбір сипатқа әріптерді жіктеп отыру керек. Негізінде, жіктеп білу керек. Бұл хамс пе жәхір ма? Ғайн бізде, ғайн мен ха. Ғайн бізде жәхірге жатады, ха болса хамсқа жатады. Екінші сипат бұл бізде 3 түрлі сипат бар еді. Шидда, рахауа және байния. Екеуі қайсына жатады олардың? Рахауаға жатады. Екеуі де рахауа. Одан кейінгі біз үшінші өткен ереже қандай еді? Истиғла, истифәлі. Бұл екеуі де истиғлаға, яғни жуандық дыбыс беретін сипатқа жатады екен. Әрі қарай сипаттарды өткен кезде тағы да талқылаймыз. Біз қазірге осы 3 сипатты өттік сіздермен. Енді келесі орта жағынан, тамақтың ортасынан шығатын 2 әріп бар. Бұл бізде айн және де ха-хи-ху. Жалпы бір қағида айтып өтейін. Кез келген әріптің махраджын, сипатын білу үшін, анықтау үшін, нақтырақ сезіну үшін деп айтса да болады. Бұл әріптерді біз сукунды етеміз. Ол қалай? Яғни мысалға алдына харакетті әріп қойып, өзін сукунды етеміз сол әріптің. Деген кезде тамақтың орта жағынан айн деген бізде енді үшінші нүктесі тамақтың ең төменгі жағы. Бұл бізде хамза. Хамзаның дыбысталуы и у деп дыбысталады. Хамза бізде бұның дыбысталуын тағы да өтеміз. Біз неге келген кезде, біз өтіп қойған екенбіз ғой. Мына неге қарасаңыздар, сипаттарға қарасаңыздар, жәхірға жатады ғой хамза. Яғни ауа жүрмеу керек хамзаны дыбыстаған кезде. И у өзінің дыбысы болады белгілі бір, бірақ ауа жүрмейді. Келесі хамза және ха деген әріп. Қараңыз, 3 түрлі хыда тамақтан шығатын болғаннан кейін үшеуінің дыбысталуын бір-бірінен ажыратып дыбыстап үйрену керек.
һә хи ху ең төмен жақтан келеді. Мінекей мына төменгі осы жақтан келу керек. Негізі бұл әріпті дыбыстау өте жеңіл. Дем аласыз, демді шығарып жатқан кезде һә хи ху деп дыбыстап жаттығасыз. Өте көп жаттыққаннан кейін ол әдетке айналады, дұрыс дыбысталатын болады. Сосын тамақтан шығатын әріптер осы 6. Келесі үшінші бұл тілге қатысты. Тілден шығатын әріптер. Тілден бізде неше әріп дыбысталады? Тіл махраджы. Бұл жерден 18 әріп дыбысталады екен. Тіл өзара 4 нүктесі болады тілдің. Тілдің 4 түрлі, жаңа біз тамақта 3-ке бөлінеді, тіл 4-ке бөлінеді. Тілдің ең жоғарғы нүктесі, біріншісі, ең жоғарғы нүктесі дегеніміз таңдайға жақын жағы, жұтқыншағымызға жақын жағы, ең жоғарғы нүктесі. Екіншісі, тілдің екі шеті, екіншісі. Үшіншісі, тілдің ортасы. Төртіншісі, бұл бізде тілдің алдыңғы бөлігі. Тілдің ұшы деп айтса да болады, бірақ алдыңғы бөлігі десе более сәйкес келеді, өйткені тілдің ұшы ғана жатпайды да ол жерге. Алдыңғы бөлігінің бәрі кіреді. Сол алдыңғы бөлігінің белгілі бір тұстарға жанасу арқылы дыбысталатын әріптер шығады қазір бізде. Тілдің ең жоғарғы жағынан бізде бір әріп дыбысталады. Яғни 2 әріп десек те болады, оның қасынан дыбысталатын әріп. Екіншісі, бірақ тілдің жоғарғы жағынан қоф деген әріп дыбысталады. Қоф нақты дыбысталуын білу үшін әқ, қа, қи, қу, әқ, не істейміз? Сүкін дейтеміз сол әріптің өзін. Әқ, тілдің жоғарғы жағынан шығады махраджы. Махраджыларды жаттап алыңыздар. Келесі, тілдің жоғарғы жағы осы қaf шығатын жерден, кітапта өзі солай келеді. Сәл ғана төмен дыбысталатын кәф деген әріп бар. Кәф. Әк. Өзі байқалады, екеуін бірде айтып көріңіз. Сол кезде қафтан сәл төмен екені өзі сезіледі айтқан кезде. Әк. Келесі екінші бұл тілдің екі шеті дедік. Екі шетінен де бізде 2 әріп дыбысталады. Оның біріншісі, мынау екі шеті болғанда да азу тістердің тұсы, біріншісі азу тістердің тұсынан, тілдің екі шетінің азу тістерінің тұсынан. Мына айтқандарымды негізі ереже етіп жазып алыңыздар. Бад әрпі дыбысталады. Бад әрпі. Бад әрпі дыбысталады. Бад әрпінің ережесі дыбысталу махраджының. Тілдің екі шеті жоғарғы азу тістерге тию арқылы дыбысталады. Тілдің екі шеті өзі жоғарғы азу тістің қатарындағы шеті. Жоғарғы азу тістерге тию арқылы дыбысталу керек. Тілдің алды жағы болса, алдыңғы тістердің, күрек тістердің артына тиіп тұрады. Негізі сипатын өтеміз, өзінің арнайы сипаты бар әріп бұл. Ертең Алла қаласа антонимі жоқ сипаттар деген тақырыпқа келген кезде өтеміз Алла қаласа. Сол кезде де жалпы нақты отыра бастайды әрбір әріптің махраджы, сипаты, иншалла. Енді келесі бад әріпі дыбысталады дедік азу тіс жақтан. Енді алдыңғы бөлігі, тілдің алдыңғы бөлігінен, не жақын жерінен екі шеті тіске тимейді. Бұл жерде мұқият боламыз. Бұл жерде ләм әріпі дыбысталады. Ережесін былай жазыңыздар. Тілдің алдыңғы бөлігі өзінің қатарындағы тістің қызыл етіне тиеді. Солай дыбысталады. Ләм әріпі. Ләм әріпі негізі жіңішке әріп. Бұның жуан дыбысталатын жағдайы болады. Оны да өтеміз иншалла алда.
ләм, лә, ли, лу, лә, ли, лу. Осылай дыбыстап жаттағанбыз, тілдің екі шеті. Тілдің екі шеті осымен тәмам. Тілдің ортасына келейік. Тілдің ортасынан бізде 3 әріп дыбысталады. Бұл біріншісі джим, екіншісі я әріпі немесе я әріпі. Үшіншісі шин деген әріп. Осы 3 әріп тілдің ортасынан шығады. Ол қалай? Әж, 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 әй, я? Әй, әш, әш, әй, әш, әж. Осылай дыбысталу керек екен. Енді тілдің орта жағына бұлардың ережесі. Бұл 3 әріптің махраджының ережесі. Тілдің орта жағына осы 3 әріпті дыбыстаған кезде күш тілдің орта жағына түседі, сондықтан да оның махраджы тілдің ортасы деп атаймыз. Әд, әд, әй, әш, әш. Окей? Осылай. Төртіншісі тілдің алдыңғы бөлігі. Тілдің алдыңғы бөлігі. Бұл жақтан мысалы көптеу әріп шығады, сол үшін бөлек сызып, бөлек түсіндірейін. Тілдің алдыңғы бөлігі. Төртіншісі дедік. Тілдің алдыңғы бөлігі бізде бұл жерден ең алдымен нуннан бастайды. Нун әрпі тілдің алдыңғы бөлігі, алдыңғы мынау үстіңгі күрек түстер бар ғой бізде. Сол күрек түстің қызыл етіне тию арқылы нун әрпі дыбысталады. Ережесі осылай. Ән, келесі ра әрпі. Ра әрпін дыбыстаған кезде өте мұқият болу керек. Ра әрпі тілдің алдыңғы бөлігі нун әрпі шығатын жерден сәл ғана төмен тию арқылы, яғни алдыңғы күрек түстердің етіне тиеді, ол да нун әрпі шығатын жерден сәл төмен. Бірақ тілдің несі алдыңғы бөлігі дегенде мынау уже жиегі. Мен сіздерге мына жерге бір сурет қоям. Ра әрпін дыбыстаған кезде тіл толық тимеу керек, шел орын қалу керек сәл. Солай дыбысталады. Және де ра әрпін дыбыстаған кезде мысалға әру, 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 әру. Бұл бізде бәйния сипатына тән. Бұның жалпы ра әрпі бір өзі 7 бірдей сипат алатын жалғыз әріп. Араб тіліндегі бұны да айтамыз алдағы уақытта иншалла. Әру, әру, раны айтқан кезде біздің қазақ тіліндегі сияқты әрі десек қалай болып тұр? Тіл қайта тиеді таңдайға. Әрі, бұл араб, яғни Құран оқығанда әсіресе ол дұрыс болмайды. Ра әрпінің қайталануы болып кетеді ол. Таңдайға тілдің бір рет қана тиюін қадағалау керек. Тигенде де жанап қана өтеді, ұшы ғана. Әру, әру, әру. Енді ра әрпінен кейін бізде бұл жерден тілдің алдыңғы бөлігінен шығатын келесі 3 әріп бар. Тілдің алдыңғы бөлігінен шығатын бұл бізде син, сады және зәй деген әріп бар ғой, зәй. Сақау зәй емес, ра сияқты жазылатын зәй әріпі. Сол 3 әріп дыбысталады. Бұл 3 әріптің махрадждағы ережесі мынандай. Тіл екі алдыңғы және үстіңгі, астыңғы және үстіңгі тістердің көмегіне сүйеніп, сол тістердің артында, мынау тіл деп бас бармағымды мен мынау тіл деп ойлаңыз. Артында, яғни сол алдыңғы, үстіңгі және астыңғы тістердің көмегімен олардың артында тұру арқылы дыбысталады. Қарапайым солай ғана. Әс. Бұлардың сипаты, хамс сипаты бар бұларда. Яғни дыбыс шығып жатқан кезде ауаны білдіртуіміз керек. Шығып жатқан әс. Син, сә, си, су. Сә, си, су. Тіл
жай ғана мынау астыңғы тістерге жақын более орналасады, чем үстіңгі тіске қарағанда, иә, астыңғы тіске жақын. Деген кезде сұлат енді бұл жуандық сипаты бар. Біз сипаттарды өттік қой, сұлат жуандық сипаты бар әріпке кіріп кетеді. Жуан дыбыстаудың өзінің жолы болады, иә, айтып өттім сипаттарда. Ол үшін сипаттар сабағын қараңыз деп сізге бір не беріп қояйын. Көрмеген болсаңыз сипаттар сабағын, ол өте маңызды себебі. Тек қана махраджды білу жеткіліксіз Құран оқу үшін, Құранды дұрыс оқи алу үшін, иә. Келесі зәй әріпі. Әз тілде, тілде как будто вибрация болып жатқан сияқты, иә. Жақсы. Енді тілдің алдыңғы бөлігінен шығатын келесі үш әріп бар. Бұл әріптерді біз өз немізде сақауша дыбысталатын әріптер деп те атаймыз. Бұл әріптер алдыңғы мынау тілдің ұшы деп айтсақ та болады. Сол ұшының қатысуы арқылы шығады. Көп жағдайда, яғни тілдің ұшы көбірек қатысады. Қараңыз, үш әріпті жазып өтейін. Бұл сақау, фә әріпі, вә әріпі, вәл әріпі, сақау, вәл әріпі. Одан кейін ва әріпі, ва деген әріп, ва әріпі. Үшеуде сақау дыбысталады. Сақау дыбысталады дегеніміз алдыңғы күрек түс, сол күрек түстен шығу керек. Жарты сантиметрдей шығып, тіл шығып, солай тістеліп қалмау керек. Екі тістің ортасында тістеліп қалса, дұрыс шықпайды, иә. Бұл сонымен қатар жуандық ва әріпі, жуандық сипаты бар сипаттардан өттік. Әріп әв, келесі әф, әф, осылай дыбысталады екен. Тілдің алдыңғы бөлігі көрек түстің жиегіне тию арқылы дыбысталады. Ережесі осылай. Тілге қатысты осымен 18 әріп болды, санап қойыңыздар. Келесі бізде төртінші махрадж. Төртінші махрадж. Бұл бізде ерін. Ерін арқылы шығатын әріптер бізде өз санаулы ғана. Бә әріпі бар. Фә әріпі бар. Және мим әріпі бар. Мим немесе уау. Мимнің орнына негізінде уау айтылады. Мим себебі қазір неге келеді. Уау. Негіз мим де жатады, бірақ оны қазір келесі махраджда айтамыз. Уау. Қараңыз енді. Әб. Сукунды болған кезде бұлар білінеді дедік, махраджа. Әб. Әф, әу, әф, әб. Енді ережелерін айтып өтсек болады. Еріннің, астыңғы және үстіңгі еріннің сыртқы бөлігі бір-біріне тию арқылы дыбысталатын б әріпі, бә әріпі. Келесі фә әріпі, бұл үстіңгі күрек түс астыңғы еріннің сулы бөлігіне немесе ішкі бөлігіне жанасу арқылы дыбысталады. Толық отырмайды, толық әф деп қалмайды, әф демейміз ғой біз. Әф. Уау әріпі екі еріннің алдыға шығу арқылы дыбысталады. Қаншалықты ерін алдыға шығып айтылса, уау әріпі соншалықты өте әдемі дыбысталады. Әу, уә, уи, у, уә, уи, у, уә, уи, у. Келесі 5-ші махрадж. Бұл бізде мұрын жолды немесе ғұнна. Мұрын жолды.
жолды немесе ғұнна арқылы дыбыс алу. Ғұнна дегеніміз сол мұрын жолы арқылы шығатын дыбысты біз ғұнна дейміз. Ережелерге келгенде тағы да бұл нәрсені айтып өтеміз, қалай мұрын жолымен дыбыстауға болады. Негізінде мынау мим және нун әрпі жатады бұл жерге. Нун бағана біз тілден шығатын, тіл арқылы, тілдің қатысы арқылы дыбысталады дедік. Бірақ бұл дыбыс ғұнна, яғни мұрынсыз дыбысталмайтын болғаннан кейін осы ғұннаға да кіреді екен, мұрын жолды дыбысқа да. Мысалға, мұрынды жауып тастап, бұл әріптерді дыбыстасақ, бұл әріптер дұрыс дыбысталмайды. Мысалға, көрейік. Мысалға, яғни бұлардың өзі ғұнналы мұрын жолды дыбыстар деп сол үшін айтылады екен. Махрач дегеніміз осы. Қорқатын, уайымдайтын еш нәрсе жоқ. Негізінде осы нәрселердің барлығын жаттап алсаңыздар, дыбыстап үйренсеңіздер, жалпы бұның практикасын қалай жасауға болады, соны айтып өтейін. Практика бұл жерде өте маңызды. Бір бет Құран оқыған кезде сіз мысалға бір әріпті, осы жолы мысалға айталық, бад әрпін шығара алмай жатсыздар, бад әрпінің махраджын, сипатын біліп алыңыз, үйреніп алыңыз. Қанша түрлі сипаты бар, қай сипаттарға жатады, соған сәйкес етіп, осы бетті бад әрпінің дұрыс оқылуына арнаймын. Келесі бетті өзі дыбысталу өте қиын әріптер бізге санаулы ғана ғой. Негізінде қазақ тілі сондай бай тіліміз негізінде көп тілдерге, мен өзі шетелдік адамдармен көп кездесетін, жұмыс жасайтын адам болғандықтан сол нәрсені байқадым. Маған сол нәрсені де көп айтады адамдар. Тілдерің тез нетеді, келеді деп басқа тілдерге шығып. Сол себептен де біз ол жағына ұтып тұрмыз негізінде, альхамдулилля, Аллахқа сансыз шүкір. Қиындығы жоқ. Бұл не үшін айтып жатырмын? Сіз жаттықсаңыз келеді ол нәрсе деп айтып жатырмын. Сол себептен айтып жатырмын. Бізге сондай Аллах тағала жеңілдік беріп қойған. Біздің тіліміз осы әріптерге өте жақын. Сад деген әріптерді, бад, ха деген сияқты, ғайн, айн, мысалы, бұл әріптерді енді сәл тамақты, ауызды жұмыс жасау арқылы жаттығу керек болады. Шықпайтын әріп жоқ жалпы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах тағала Құранды жаттаған Құрандарына амал еткен құлдарынан етсін, иншалла.